қазақтың халық ойыны хан талапай ойынын ойнаймыз. Талапай ойнай қалапай. Балалар, мен сендерге қазір хан талапай ойынның шарттарын түсіндіріп өтемін. Міне балалар, менің қолымда қоржын. Мына қоржын ішінде көп асықтар бар балалар. Осы асықтардың ішінде бір ерекше асық бар. Не балалар, көп түсіндір ғой, иә? Қызыл түсті асық, иә? Бұл асық хан асығы деп аталады. Мен қазір ортаға осы қоржындағы асықтарды шашамын. Сендер таласы өздеріне асықтарды бөліп аласыңдар. Хан талапай деп дауыстарыңды шығарып отырасыңдар. Я балалар? Жақсы ма балалар? Жақсы. Қанеки, онда олай болса ойынымызды бастайық. Хан талапай. Жақсы. Я отыра қалай? Қане отыра қалай? Құрманғазы жанынан асық тұр. Тыныш болды. Балалар, қанеки, енді барлығымыз алдымыздағы асықтарымызды санап шығайық. Қанеки, Құрманғазы, сенде неше асық? Медина, сенде? Мединада 6 асық екен. Қане Жібек, сенде? 2, 3. Мұстафа, сенде неше асық екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Бәрекелді, Мұстафада 14 асық екен. Сезім, сенде неше асық? Жақсы. Айбар, сенде неше асық? Қане санай қойшы асықтар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ой, жақсы. Айбар деген керемет көп асық жинап апты. Айбар, сенде неше асық? Қандай ғой? 1, 2, 3, 4, 5 асық екен, иә Айболда. Ал енді балалар, жаңағы қызыл түсті хан асығы кімге кездесті? О, бәрекелді. Қызыл түсті хан асық Жібекте екен. Олай болса балалар, өзімізге қолымызға бір асықтан алып қалайық та, қалған асығымызды ортаға тіземіз балалар. Қанеке, жаңағы хан асығы бізде Жібекке кездесті. Жібек ойынды бірінші бастайды, не балалар? Қане, ата қой, бастай қой ойынды Жібек. Ой, бәрекелді, әне Жібек, әне ала қой. Құлатқан асықтарын ала қой. Ойын кезегі сенде. Бар, қайттан ата қой тұрып. Тез атамыз. Ой, жақсы Жібек, тез ала қой. Тағыдай ойын кезегі Жібекте. Ой, бәрекелді, жақсы, тағы ала қой Жібек. Бәрекелді, қарадар балалар, Айбардай неше асықты атыпты, қане жинап ала қой. Құлатқан асықтарын бәрін ала қой. Келесіде ойын кезегі сенде. Айбар, ата қой, тез атамыз. Ой, бәрекелді, жақсы, ала қой. Құлатқан асықтарын ала қой. Құрманғазы аталмады. Енді балалар, Құрманғазы асықты құлат алмады. Мен Құрманғазыға тапсырма беремін. Қане, Құрманғазы айта қойшы, қазір жылдың қай мезгілі? Дұрыс, әне, Құрманғазы тапсырманы орындады. Сондықтан ол ойынға қайта мүмкіндік алды. Қайтадан тұрып ата қой, Құрманғазы. Құрманғазы қайттан аталмады. Қане, Құрманғазы, саған тағыда мен тапсырма беремін. Өзінің жақсы көретін бір тақпағында айта қойшы, Құрманғазы. Және тақпағым жатты, аязаты келді, жаным жақсы. О, жақсы. Міне, Құрманғазы бәрекелді, қайттан ойынға мүмкіндік алдым. Тұрып қайттан ата қой. О, бәрекелді, қараңдар балалар. Құрманғазы қаншама асықты құлатыпты. Енді ана жерде неше асық қалды? 2 асық қалды, иә? О, бәрекелді, жақсы, иә балалар? Міне, Жібек атты балалар, иә? Барлықтарын балалар бүгін ойынға белсене қатысыңдар, иә? Әсіресе бізде ойынға жақсы қатысқан балалар, ол Жібек, Құрманғазы, Айбар, Мұстафа, иә балалар? Жақсы.